Кезекті сабағымызға қош келдің. Бұл сабақта математиканы оңайлатудың 3 жолымен таныстырамын. Ендеше бастайық. Математика оңайлатудың 3 жолы, біріншісі ол тиімді тәсілдерді қолдану. Яғни біз қолданып жүрген азайту, қосу, көбейту, бөлудің өте оңай лайфхактары бар. Солардың барлығын үйренетін боламыз. Егер сен сол амалдармен шығарылатын есептерді жылдам және ең бастысы дұрыс шығара білсең, сен есептің 70-80%-ын шығардым деп есепте. Келесі, тірек сөздер мағынасын білу. Оны да ашып саған түсіндіретін боламын. Үшінші математиканы оңайлатудың жолы ол формулаларды жаттау. Формулаларды бас қатырып, жаттап, өзіңді қинаудың қажеті жоқ. Оның да керемет күшті лайфхактары бар. Ендеше, ең бірінші тиімді тәсілдерді қолданудан бастайын, мұқият, жақсылап тұрып, тыңдап, конспект жазып ал. Бізге берілетін мынандай ұзын бір өрнек. Мысалы, 64 қосу 38, қосу 22, қосу 36 деген. Осы барлығы қосылғыш болып тұр. Осылардың ішінен ең соңғы цифрларына қара. Әрине бізге 0-мен аяқталатын сандарды қосып азайту жеңіл, сондықтан сондай бір нұсқа бар ма, соны ізде. Мысалы, 64 пен 36-ны маған қосу жеңіл болады. Тең 100. 38 пен 22-ні қосу жеңіл. Себебі 2 мен 8-ді қосқанда 10, 0-мен аяқталады. Сонда бізде 60. Ал енді 100-ге 60-ты қосу әрине жеңіл. 160. Міне, осылай сен өзіңнің уақытыңды үнемдейсің. Келесі, енді азайту. 95, азайту 68, азайту 15. Азайтқыштарға мән береміз. 68, 15. Азайғыш өзі 5-пен аяқталып тұр. Демек, 95-тен 15-ті азайтқан әлде қайда жеңіл. 80 болады. 80-нен енді 68-ді азайтамыз. Тең 12. Керемет, е? Келесі. 900 азайту 56, азайту 44. Азайтқыштарға қараймыз. Мына 56, 44. Екеуі де қосып жіберіп, азайтсақ ыңғайлы болады. 56-ға 44-ті қосақ бізде 100. Енді 900-ден 100-ді азайтсақ, әрине 800 шығады. Міне, қаншама уақытымызды үнемдедік және оңтайлы тәсілін қолдандық. Келесі, 85 қосу 97. Мына 0-мен аяқталатын сандарға жақын сандар кездесіп жатса, онда былай істейміз. Мысалы, 97, 100-ге жақын. Демек, 97-ге біз 3-ті қосып аламыз. 100. 100-ге 85-ті қосу оңай ғой? 185. Енді одан қосқан 3-імізді азайта саламыз. Сонда 182 болады. Келесі дәл солай. 92-ні 100-ге жеткізіп ал. Қос, содан кейін артық қосқан 2-ді алып таста. Енді 3 таңбалы сандарды көрейік. 388 қосу 199. 199-ды 200-ге жеткізіп аламыз. Ол үшін бірді қосамыз. 200-ге 388-ді қоссақ 588. Енді одан қосқан бірімізді азайта саламыз. 587. Ұнап жатыр деген ойдамын. Енді мұна көрсетілген мұна өрнекті, мұнау және де мұна өрнектерді толығымен өзің шығарасың. Ал мен енді 100-ге 0-мен аяқталатын сандарға жақын сандарды азайтқан кезде қандай болады, соны көрсетемін. 152 азайту 99. Әрине 99-ды 100-ге жеткізіп аламыз. Енді 152-ден біз 100-ді азайтсақ қанша болады? 52 болады. Енді мұна бірімізді артық азайтып тастадық қой. Сондықтан біз керісінше тағы да қосып береміз. Сонда 53. Міне, азайту мен қосудың арасындағы бір айырмашылық осыда. Дәл солай қалған
Өрнектердің барлығын осы көрсеткен лайфхактармен шығарып көр. Ал енді келесі, көбейту амалы. Бірден 10-ға дейінгі көбейтуді білу өте маңызды. Сондықтан, егер сен білмей жатсаң, еш уайымдама. QR код арқылы менің көбейту кестесін 7 күнде жатта атты курсымды толығымен өтіп, автоматты түрде көбейтетін жағдайға жетіп ал. Келістік қой? Келесі, көбейтуге байланысты тиімді тәсілдерді көрсетемін. Нөлмен аяқталатын сандарды көбейту және бөлу өте оңай. Қараймыз. 40 көбейту 4. 4-ті 4-ке көбейтеміз. 16 және де мына бір нөлді тіркей саламыз. Қанша болады? 160 болады. Дәл солай. 9 бен 5-ті көбейтсек 45 және де мына 2 нөлді тіркейміз. Сонда 4500 болады екен. 50 көбейту 20-ны да алсақ болады. 5-ті 2-ке көбейтсек 10 және де мына 2 нөлді тіркейміз. Сонда бізде 1000 болады. Ал енді бөлуге келейік. 100 бөлу 10. Бөлу кезінде нөлдерді қысқартамыз. Мына бөлгіштегі қанша нөл болса, бөлінгіште сонша нөлді қысқартамыз. Енді 10-ды 1-ге бөлсек, әрине 10 болады. 600 бөлу 30-ды қарастырайық. Мына 30-дағы нөлмен 600-дегі бір нөлді қысқартамыз. Осыны есіңде сақта. Бөлгіште қанша нөлді қысқарттың, бөлінгіште сонша нөлді қысқартасың. Енді 6-ны 3-ке бөлсең 2, ал енді мына нөлді тіркей саласың. Сонда 20 болады. Үлкенірек сандарды көрейік. Мысалы, 90.000 бөлу 1000. 1000-да бізде 3 нөл бар. Демек, 90.000-ның 3 нөлін қысқартамыз. 90-ды 1-ге бөлсек, әрине 90 болады. Қалған өрнектерді өзің шығарып көр. Ал енді бізде әрқашан нөлмен аяқталатын сандар ғана беріле бермейді. Аралас сандар беріліп жатса қайтеміз? Соны көрсететін боламын. 15 көбейту 5. 15-ті біз 10 және 5 деп жіктеп аламыз. 10-ды 5-ке көбейтсек 50, 5-ті 5-ке көбейтсек 25. Сонда 75 болады. Әрине, бағандап көбейту білу керек. Бірақ ойша есептей алсаң, тіпті керемет болады. Және жылдам оңай. 34-ті 30 және 5 деп алайық. 34-ті 30 және 4 деп алайық. 30-ды 5-ке көбейтсек 150, 4-ті 5-ке көбейтсек 20. Сонда бізде қанша болады? 170 болады екен. Тағы да бір лайфхак, мына 9 санына көбейткенде. 7 көбейту 9 дегенде көп балалар ойланып қалады. 7-ні 10-ға көбейткенде қанша болады? 70. Енді осы 70-тен бір тал 7-ні азайта салсақ, 7 көбейту 9 шыға келеді. Сонда 63. Түсінікті болды ма? Тағы да бір рет. 9 көбейту 9. Балалар ойланып қалуы мүмкін. 9-ды 10-ға көбейтсек қанша? 90. 90-нан біз бір 9-ды азайтамыз. Себебі 10-ға көбейтіп тұрған жоқпыз, 9-ға көбейтіп тұрмыз. Тең 81. 27 көбейту 99. Қандай лайфхак бар деп ойлайсыңдар? 99-ды біз бірді қосып 100-ге көбейтеміз. 27-ні 100-ге көбейтсек 2700, я? 27-ні 1-ге көбейтсек 27, 2 нөлді тіркей саламыз. Енді осыдан біз бір 27-ні алып тастайық. Сол кезде 99-ға көбейткендей боламыз. 2663 болады. Лайфхактар беруден шаршамаймын. 25 көбейту 24. Бұл көбейтуді баған түрінде шығарып отырмай, көбейткіштерге жіктесе болады. Мысалы, 25 5 көбейту 5-тің. 24 мысалы 6 көбейту 4-тің көбейтіндісі. Енді 5-ті 6-ға көбейтіп, 5-ті 4-ке көбейтсек, бізге ыңғайлы болады. Сонда мына жерде 30, мына жерде 20. Енді 30-ға 20-ны көбейтсек, бізде 600 шығады.
600 шығады. Дәл осылай көрсетілген мына өрнектерді, осындай лайфхактарды қолданып шығарамыз. Ал енді 55 көбейту 101-ді көрсетейін. 55-ті бірінші 100-ге көбейтесің. Сонда қанша болады? 55 және 2-0 тіркей саласың. 5500. Осыған бір 55-ті қосасың. Сонда 5555 болады. Дәл осылай басқа лайфхактардың бәрін қолданып көр. Сабақ ұнаса, міндетті түрде кері байланыс бер. Ал екінші, үшінші құпияларын мен келесі сабақта түсіндіретін боламын. Ендеше келесі сабақта кездескенше